Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін кез келген мерекелік дастарханның сәнін кіргізетін капкейки жасайтын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Барлық заттардың граммдарын описание бөлімінде қалдыратын боламын. Таза ыдысқа 2 жұмыртқа қантты салып, қант ерігенше, 2 есе болып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Жұмыртқалы масса 2 есе болып көтерілген соң, үстінен сүт құямыз. Сүт пен жұмыртқа міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Жақсылап араластырып, ұн, разрыхитель, какаоны салып тағда араластыратын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қолданамыз. Мен ұнды алдын ала електен өткізіп қойғанмын. Барлығын біркелкі араластырып алып, үстінен ертілген майды және қызыл бояуды қосатын боламыз. Мен жарты шай қасық қызыл бояу қостым. Бояудың кез келген түрін қолдана берсеңіз болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Пешті қосып, қыздырып қоюды ұмытпаңыз. Масса біркелкі болып араласқан соң, ыдыстарға құйып шығатын боламыз. Қараңыздар, түсі қандай әдемі, қанық болып шықты. Мен кондитерлік пакетке салып алдым. Негізі қасықпен де сала берсек болады. Ыдыстарға толтырып жібермей, жартылай салып шығатын боламыз. Пешке салғанда 2 есе болып көтеріледі. Барлығына толықтай салып болған соң, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Пештер әртүрлі болғандықтан, өзіңіздің пешіңізге байланысты пісіретін боласыз. Капкейк пісіп дайын болғанша кремін дайындап қоямын. Таза ыдысқа креметті мен қантты салып, қант ерігенше жақсылап миксерлеп аламыз. Достар, егер де мен каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қазақша каналдың дамуына үлес қоса отырыңыздар. Алдағы уақытта құрамы қарапайым көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Қант толығымен еріді. Үстінен сливкиді құйып, формасын ұстайтын қалыпқа дейін миксерлейтін боламыз. Сливкиді құйған соң, көп миксерлеп жіберуге болмайды, себебі таза сүт болғандықтан іріп кетуі мүмкін. Міне креміміз дайын. Капкейкилерді толықтай суытып, креммен жұмыс істей берсек болады. Кремді кондитерлік пакетке салып, әртүрлі формада капкейкилердің үстін сәндей берсек болады. Кремді толығымен құйып болған соң, дастарханға ұсына берсек болады. Мен үстін сәндейтін боламын. Міне біздің капкейкіміз дайын. Өте дәмді, нәзік, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге 100% кеңес беремін. Жақындарыңызды қуантып, алғысын алып жүріңіз. Ас болсын. Достар, егер де менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.